Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Inside Volleyball KZ YouTube arnasi Aqto'bega kelib jetdi. Бұл қалада жеке меншік клубтар арасындағы Қазақстан чемпионатының екінші туры өтуде. Бұл қандай чемпионат? Бұл чемпионатта кім ойнайды? Бұл бәсекенің форматы қандай? Және барлық сұрақтарға осы влогты тамашалап жауаптарды ала аласыздар. Ендеше біздің YouTube арнаға тіркеліңіздер, волейболды бірге дамытайық. Ең қызықтысы бұл жарыста волонтерлар бар. Әрбір волонтерға осындай жейде берілген. Міне тамаша. Әрбір қатысушы келіп, бұл волонтерларға сұрақ қойылады, көмек ала алады. Жалпы өте мықты. Так, біз қазір осы жарыстың волонтердің қасында тұрмыз. Саламатсыз ба, есіңіз кім болады? Саламатсыз, атым Аяулым болады. Аяулым, жалпы волонтерлардың мақсаты қандай бұл жарыста? Мақсаты бәрі орнымен, бәрі жарысымен өткізу, әркім біреу кірмегені, қолдаушыларды қолдап күш беру. Қанша жалақы аласыз? Әлде волонтер деген нағыз тегін істеп, өзінің жарысқа деген септігін тигізу ме? Жоқ, жалақы алмаймыз, біз колледждің атынан бізді шақырды, біз келісімізді бердік. Міне осындай жарыста керемет тегін волейболды дамыту үшін өзінің үлестерін қосып жатқан жас қыз келіншектер, жігіттер де бар. Жалпы керемет, тамаша. Ақтөбе. Осылай поддержка беріп қоямыз. Жас қыздарға міндетті түрде сену керек, міндетті түрде мүмкіндік беру керек. Егер даже көптеген қателік жасаса, оған ұрыспау керек. Енді бұл жерде кішкентай қыздарымыз болғандықтан поддержка. Әрбір залда қатар 3 ойын өтуде. Жалпы 3 спорт комплекс. Міне көріп отырғаныңыздай менің артымда топтық ойынның 3-ші ойыны. Бүгін жалпы келесі кезеңге плей-офф кезеңіне кім өтеді, сол командалар белгілі болады. Міне қазір Ақтөбелік команда ойнап жатыр. Ар жақта да тағы да бір топтың 3-ші маңызды ойыны. Эмоциялар деген енді керемет. Жарыстан тыс атмосфера, міне қыздар әлеуметтік желіге TikTok түсіруде, өздерінің ойындарын күтуде. Саламатсыздар ма қыздар, сәттілік. Басқа жақта да, бұл жақта да барлығы дайындалуда. Енді қазір жастар болғасын, әрбірінің қолында iPhone, гаджет, бірақ енді спортпен айналысуды да ұмытпау керек. Сол себепті құрметті ата-аналар, қыздарыңызды волейболға беріңіздер. Міне болашақ әлеуметтік жұлдызда жаратын қыздар. Қыздар, сәттілік. Ақтөбе. Основная задача нашего первенства – это развитие массового спорта в Казахстане. В данный момент мы занимаемся развитием волейбола в Казахстане.
В первенстве Республики Казахстан участвует 80 команд и 800 участников. В данный момент мы проводим первенство по волейболу с координацией Федерации волейбола Казахстана. В первенстве в Ахтубе участвует 75 команд и более 800 спортсменов. Также мы нацелены на улучшить качество проведения подобных мероприятий. Но наши организационные моменты много где хромают в силу того, что мы только начали. Мы всегда нацелены на улучшение и развитие. Мы за будущее волейбола. Здравствуйте, я приехала с Астаны. Я капитан команды 10-11 годов, клуб «Астана Спорт». В Ахтубе все проходит хорошо, первенство Республики Казахстан, все нравится. Мы играли 4 игры, мы в подгруппе С. В подгруппе у нас есть Lifestyle, River, Junior и мы. Мы выиграли River 2-0, Lifestyle 2-1, а Junior проиграли 2-0 в их пользу. То есть все прошло отлично. Сегодня еще сыграли мы с Ахтубе Алихан и выиграли 2-0. Все идет прекрасно. Классно, нравится, все прекрасно. Ну, наша задача в этом турнире была занять первое место или хотя бы призовое место, чтобы поехать в Ташкент. Сейчас не знаем, под вопросом. Эмоцияға өте толы ойындар. Әрбір эйс, әрбір блок, әрбір керемет шабуыл, және қыздар қуанады, және де әрбір қателіктен кейін қыздар тіпті жылауға дейін жақын болады. Мұндай эмоциялар енді өте бағалы. Айтпақша, бұл турнирдің әрбір ойыны бір камераға түсіріледі. Демек, федерацияның деңгейінде өтіп жатқан турнир секілді ма?